Барлығына сәлем. Бүгін сіздерге платформа 2019 фильмі туралы айтып береміз. 48-ші камераға өзі келген Гаранг есін жия бастады. Онымен бірге Тригамаси тұрады. Мұнда тек төсектен басқа ештеңе жоқ. Төбеде және жерде үлкен төрт бұрышты тесік бар. Төменде және жоғарыда өздері сияқты адамдар отыр. Қасындағы серіктесі жаңа ай басталғанын айтады. Тек қана осы ай не жейтінімізді ғана ойлап табу ғана қалды. Бірақ не екенін нақты біледі. Ол біреуден қалған қалдықтар. Гаранг шалмен достаспақшы болады. Бірақ Тригамаси оған өзінің бөлмедегі бөлігіне қайтуын айтады. Ол мұнда өте көп уақыт тұрып жатқанын айтты. Ол өзінің тәжірибесімен 48-ші деңгей жақсы дейді. Бірақ ертең оларды басқа секторға ауыстыратынын айтты. Тамақтың уақыты келіп жетті. Олар тамақты өлгенше асығып жей бастады. Гаранг не болып жатқанын түсінбей жатып, бір ғана алманы алып қалады. Платформа төмен түсе бастайды. Тригамаси тамақтың ізіне түкіріп, жоғарыдағы адамдар да дәл солай істеп жатыр деп ойлайды. Бірнеше минуттан кейін температура күрт көтеріле бастайды. Себебі ешқандай тамақты алып қалуға болмайды. Гаранг бірден алманы лақтырып жібереді. Ол бұл жағдайға дейін кездесуден өткен құжаттарға қол қойды. Келісімшарт аяқталғанға дейін адамдар сыртқа шыға алмайды және өзімен бірге тек қана бір зат алып кіре алады. Ол кітап Дон Кихот. Жаңа күн басталды. Гаранг тағы ештеңе жемеді, ал серіктесі оған бір оқиға айтып береді. Ол пышақ сатып алған күні теледидардан одан да сапалы пышақтың сатылымын көріп қалады. Ол ашуланып теледидарды лақтырып жіберіпті. Ол басқа адамға тиіп кеткен. Сонда оған таңдау жасалған. Осы жерге келеді немесе психикалық емханаға жіберіледі. Ол солай осы жерге түскен. Осы уақытқа дейін ол 132-ші қабатқа дейін көтеріліп көргенін айтады. Бұл ең қорқыныштысы емес. Қабаттар одан да көп және ең жоғары қабатта бір үзім нан да болмағанын жеткізді. Егер оны аналогиялық қабатқа ауыстырса, ең ауыры сонда басталады. Тригамаси пышағын көрсетіп жатқанда, Гаранг төмендегі адамдарға азырақ тамақтануларын сұрайды. Тамақ барлығына жету үшін. Келесі күні Гаранг тамақты жеуді шешеді. Тригамаси келесі айда олар бір бөлмеде тағы жолығатындарын айтады. Гаранг тек сол уақытта ғана ойына келді. Шал қалай сонша деңгейден өткен. Түскі ас уақыты жетіп келді. Бірақ осы жолы платформада Михару атты бір әйел отырды. Тригамаси оған назар аудармауды сұрайды. Себебі ол әйел ай сайын платформада осылай түсіп отырады. Ол баласын іздеп жүр. Бірақ одан алды қасындағы серіктесін өлтіреді. Ол солай баласын табуға мүмкіндігі бар. Астындағылар Михаруды ұстап алмақшы болады. Бірақ оларды өлтіріп тынады. Келесі қабат ауысатын күні Гаранг төсекке байлаулы күйінде оянады. Тригамаси оны байлап тастаған. Себебі олар 171-ші қабатқа жеткендері үшін. 7 күн аштықтан кейін Тригамаси кішкене жерін кесіп жей бастап тоқтай алмай қалады. Михару келіп қалып шалды өлтіреді. Гарангты босатады. Ол жарақатын таңылғанын байқады. Михару әлдену үшін оған тамақ беріп төменге түсіп кетеді. Келесі айда оның камерадағы серіктесі Магири болады. Гаранг келісім шартқа отырғызған адам. Ол өзімен бірге күшікті алып алған. Олар 33-ші деңгейде орналасқан. Ол мұнда адам өлетінін білмегенін айтады. Ер адамдар ашық көз болмағанда тамақ барлығына жетер еді. Сонда Гаранг неге Михарудың баласын тартып алғандарын сұрайды. Бірақ Магири мұнда бала жоқ деп айтады. Тамақпен платформа келіп жетті. Магири осы жолы тамақ жемейді, себебі бұл жолы күшігін тамақтандырады. Магири 2 адамға жеткілікті етіп тамақ дайындап, тек соны ғана жеуін өтінеді. Бірақ адамдар оны тыңдамайды. Гаранг ашуға булығып, олар тыңдамаса, келесі жолы тамаққа өз нәжісін қосып беретінін айтады. Платформа келіп, онда Михару әлсіз жатады. Олар оған көмек көрсетіп жатқанда, ит тамақты алып қашады. Бөлменің температурасы күрт төмендеп кетеді. Гаранг оны ұстап үлгереді. Түнде Гаранг ащы дауыстардан оянады. Михару итті өлтіріп тастаған. Бұл Михаруға ауыр тиді. Енді ол тамақ ішкісі келмейді. Олар ертесіне 202-ші қабатта болады. Ол Магириді өлтіргісі келмейді. Адам жемес үшін алып келген кітабын жей бастайды. Бірақ бәрібір шыдай алмай Магириді жеп қояды. Жаңа айда оны 6-ші қабатқа ауыстырады. Осы жолы серіктесі Бақарат. Оның арқан жібі бар. Ол жіптерімен жоғары көтерілмекші. Бірақ адамдар оған көмектеспейді. Тым болмаса оларда тамаққа толы платформа бар. Түсінде Тригамаси келіп жақсы жаңалық айтады. Бұл ай соңғы ай және одан кейін бостандыққа шығады. Гаранг Бақаратқа ертең платформамен ең төменгі бөлікке түсуін сұрайды. Адамдарға тамақты өздері таратпақшы. Мұнда шамамен 250
50 қабат бар екенін айтады. Гаранг бұл жолы ешкім тамақ жемейтінін айтады. Тамақты 50-ші қабаттан бастап таратамыз дейді. Себебі ашаршылық сол қабаттан басталады дейді. Бахаратқа бұл ұнамайды, себебі бұл адамдар оған көмектескен. Бірақ олар ашулана бастағанда ол Гарангтың айтқанын жасайды. 20-ші қабатта олар ақылды шалды кездестіреді. Ол мұның бәрі бекер екенін айтады. Олар қарсы шыққандарды өлтіріп отырды. Ал тыныш адамдарға өз тамақтарын жеуге мұрша берді. Келесі бөлмеде олар Михаруды кездестіреді. Оны бір еркек өлтірмекші. Ол еркекте катана бар. Гаранг Михаруға көмектесті, бірақ ол аман қалмады. Платформа 3-ші қабатқа келеді. Ол Гарангтың айтқан санағынан да өте көп. Ол бөлмеде ешкім болмады, бірақ төсек астынан кішкене ғана бала шығады. Михару есінен алжаспаған екен. Бахарат қолындағы тамақты кішкене қызға береді. Олар осы қабатта өмір сүре бастайды. Бірақ осы түні Бахарат өліп кетеді. Келесі күні Гаранг пен кішкене қыз тағы төмен түседі. Ол жер тас қараңғы. Гаранг платформадан түскен кезде қыз өте үлкен жылдамдықпен жоғарыға ұшып кетеді.